Омардың, оған Алла разы болсын, мұсылман болуы. Омар пайғамбарлық қызметтің 5-ші немесе 6-шы жылында 26 жасында исламды қабылдаған болатын. Оның исламға қалай келгендігіне қатысты әртүрлі хабарлар бар. Хазірет Омардың құлы Әсләм былай дейді: Омар бізден менің қалай мұсылман болғанымды білгілерің келе ме деп сұрады. Біз иә деген соң ол өз әңгімесін былай бастады: Мен Алла елшісінің өліспей беріспейтін ымырасыз жауының бірі болатынмын. Бір күні Құрайштың беделді адамдармен бірге отырғанда Әбу Жахил: Ей Құрайш қауымы, Мұхаммед тәңірлеріңе тіл тигізді, бәрімізді ақымақ санап, ата-бабаларымызды жаһаннамдық деді. Кімде-кім Мұхаммедті өлтірсе, оған 100 түйе және ақша беремін деді. Бұны естіген мен ойланып жатпастан дереу қылышым мен садағымды асынып, оны өлтіруге жолға шықтым. Омар, оған Алла разы болсын, жолда мұсылман болған, бірақ онысын жасырып жүрген туысына кезігеді. Ол Омардан: Ей Хаттабтың ұлы, қайда барасың деп сұрайды. Омар Құрайштың бірлігі мен ынтымағын бұзған, бізді жетесіз деп санаған, дінімізді қорлап, тәңірлерімізге тіл тигізген адамның көзін бір жолата жоюға бара жатырмын дейді. Сонда ол: Омар, сен мынаны біл, сен тек өз-өзіңді алдап жүрсің. Мен саған мынаны айтайын: өз отбасың мен күйеу балаңның жанұясы әлде қашан мұсылман болды ғой дейді. Омар кілт тоқтап: Олар кімдер деп сұрайды. Күйеу балаң, немере інің және қарындасың деп жауап береді. Олардың пайғамбарға зияны тиіп кетпесін деп алған бетінен қайтару үшін ол кісі осылай істеуіне тура келді. Омар мұны ести сала салып ұрып қарындасының үйіне тартады. Сахаба Хабаб ибн Әрәд бұл кезде Омардың қарындасына Таха сүресін үйретіп жатқан болатын. Омар есікті қаққанда қарындасы ағасының мына жүрісінен секем алып, дереу Құран парақтарын жасырады. Ал Хабаб үйдің бір қалтарысына тығылады. Омар үйге жақындаған кезде Хабабтың оларға бірдемені дауыстап оқып жатқанын естіп қалған болатын. Үйге кірген бетте жаңағы құлағыма шалынған не сөздер деп сұрайды. Олар тек өзара сөйлесіп отырғандығын айтады. Алайда Омар бұл сөзге сенбеді. Менің естуімше Мұхаммедтің дініне кіріпсіңдер деп күйеу баласы Саидқа ұмтылады. Араға түспек болған қарындасын қолымен қағып қалпақтай ұшырады. Сол кезде қарындасы мен күйеу баласы: Иә, мұсылман болдық, Аллах пен Расулына сендік, ал сен не істемексің деп шындықты жайып салады. Омар қарындасының әлгі соққыдан алған жарасынан аққан қанды көріп, істеген ісіне өкініп, кері шегінеді. Қарындасына: Жаңағы оқыған нәрселеріңді әкел, Мұхаммедтің не дегенін көрейін дейді. Омар хат танитын сауатты болатын. Қарындасы: Сен оған зиян келтіреме деп қорқамыз дейді. Сонда Хазірет Омар жазуды оқып болған соң қайтаратынына уәде береді. Қарындасы Омардың ықыласын байқап, мұсылман боп қалар деген ниетпен: Ағатайым, сен әлі мүшриксің, көктен түскен киелі сөзді дәретсіз ұстауға болмайды дейді. Омар іле бой дәретін алып, Құран парақтарын оқуға кіріседі. Сүрені оқымай жатып, қандай әсем, ғажап сөздер деп таңғалады. Омардың жұмсарғанын көрген Хабаб та жасырынған жерінен шығып: Ей Омар, маған сен, сірә Аллах Расулының дұғасы қабыл болған сияқты. Өйткені кеше Алла Расулы: Уа Раббым, исламды Хаттабылы Омармен немесе Әбул Хакам ибн Хишаммен күшейте көр деп Аллахқа жалбарынғанын естіген едім. Уа құдірет, тағдырдың жазғанына қара деп таң тамаша қалады. Басқа бір риуаятта Хабаб жоғарыдағы сөзді айтқан кезде Омар өзін Алла Расулына ертіп апаруын өтініп, мұсылмандықты қабылдайтындығына уәде береді. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, бір топ сахабалармен бірге Сафа төбесінде жақын жерде үйде отырған болатын. Омар ешқайда бұрылмастан пайғамбарға барады. Омардың қару асынып кіріп келгенін көрген сахабалар үрейленіп қалады. Сол жерде отырған Хамза оған Алла разы болсын: Кіргізіңдер. Егер жақсы ниетпен келген болса, жөні басқа, ал жаман ниетпен келсе, өз қылышымен өзін өлтіреміз дейді. Алла Расулы: Есікті ашыңдар, бәлкім Аллах Тағала Омарды тура жолға салып қалар дейді. Екі сахаба Омарды қолтықтап ұстап ішке кіргізеді. Алла Расулы оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын:
босатыңдар оны деп Омардың шапанынан ұстап өзіне қарай тартып, ей Омар, неге келдің? Аллахтың сені де масқаралайтын аяттар түсіргенін көргім келмейді дейді. Омар, ей Алланың елшісі, иман келтіріп кәлима айтуға келдім. Аллахтан басқа тәңір жоқ және Мұхаммед Аллахтың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етемін дейді. Осылайша Омардың, оған Алла разы болсын, мұсылман болғанына қуанған сахабалардың барлығы жаппай тәкбір айтады. Олардың тәкбір айтқан дауысы сонау алыстағы Мекке көшелеріне естіліп жатты.